мына бітер істің басына жақсы келер қасына дейді. Мына көптен көп рахмет. Сіздерге, сізге, өзіңізге алғысымызды айтып, сіңізге келешекте игілік берсін. Жүйір, газ, ауылдың бары свет жарқырап тұрған. Мінекей біздің жоғарғы сапалы интернеттің баршасын қойып жатыр мінекей. Қазіргі жағдайымыз жаман емес. Құдайға шүкір тауба. Бұдан да жаманымызда тойға барғанымыз деп рахмет сізге. Енді ауылдарыңыз енді көп ұлт деген, барлық ұлттардың арасында бірлік болу керек. Достық болу керек, бір-біріне деген қамқорлық болу керек. Біз енді жұрттың бәрін жан-жағымызға жинап жүретін қазақпыз ғой, бәрін бауыр дейміз. Әсіресе мынандай заманда, аумалы-төкпелі заманда. Ең негізгісі елдің ішінде ынтымақ, бірлік, тыныштық болу керек. Сол кезде бәрі болады. Соған балдарды тәрбиелеуіміз керек. Бұзақылық жасама, бар анау. Спортқа бар, мәдениет үйіне бар, кружокқа бар, басқа деген сияқты. Сосын жаңа айтып жатыр, 18 мың гектар дедім бе? 18.678. Қараңыздар, 18 мың гектар егіс, үлкен нәрсе ғой деген. Үлкен байлығы. Соны толығымен пайдалану керек. Ауылда жұмыссыз деген болмау керек. Әрдайым айтамыз, 12 мүшесі сау адам жұмыс істеу керек.